Қайырлы күн оқушылар, біз бүгін 9 сыныптың қазақ тілі пәнінен 490-ға арналған жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындаймыз. Тақырыбы әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқудың мақсаты. Бізде екі нұсқа болады, біз бірінші нұсқаны талдаймыз. Оқудың мақсаты қоғамдық, саяси, әлеуметтік, экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау. Аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану. Бағалау критерийі. Әртүрлі жанрдағы мәтіндердің мақсатты аудиториясы мен көркемдегіш құралдардың қызметін түсіндіреді. Аралас құрмалас сөйлемдерді қолданады. Ойлау дағдысының деңгейлері. Қолдану жоғары деңгей дағдылары. Орындауға берілетін уақыт 15-20 минут. Бізде екі тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма, бізде 3 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма бұл мәтінді мұқият тыңдап, 4 сөйлем тәсілі арқылы жұмыс жүргізіңдер дейді. Тақырыбы бейбітшілік және келісім сарайы бойынша мәтін берілген, осыған байланысты бірінші, екінші тапсырма берілген, соларды жазасыздар, орындайсыздар. 2003 жылы елбасы Астана қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының бірінші съезінде көтерген бастамасының жарқын көрінісі ретінде бейбітшілік және келісім сарайы салынды. Сыртқы пішініне қарап, жергілікті халық пирамида деп атап кеткен. Бейбітшілік және келісім сарайы ұлтаралық, конфессияаралық тұрақтылықтың, халықтар достығының өзіндік нышаны тәрізді. Пирамиданың керегесі берік, салмақ түскенде майыспайтын жуан металл трубаларынан керілген. Зәулімнің ұшар шыңы шынымен көмкерілген. Сол жерден төгілетін күн сәулесі пирамиданың барлық кеңістігін нұрландырады. Жарық төменгі техникалық қабатқа да түседі. Сарайдың ішкі жоспарлау мәнері де өзгеше. Ғимарат төменнен жоғарыға қарай 5 қабатқа бөлінген. Бірінші қабатқа көп қырлы 1500 орынды зал орныққан. Мұнда алуан түрлі бас қосулар, халықаралық деңгейдегі съездер мен конференцияларға шақыруға, ойын-сауық, сахналық думандар, опера, балет қойылымдарын ұйымдастыруға болады. Залдың акустикасы айрықша. Осында отырып, көне грек амфитеатрларында тұрғандай сезінесің. 5-ші қабатты пирамиданың биігінде әлемнің 4 құбыласын білдіретін 4 көтерген ақшаңқан дөңгелек күмбезшенің астында 200 орынды көркем зал көз тартады. Әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің кейінгі форумдар осы жерде республика президентінің қатысуымен өтті. Астана тағы да адамзатқа ағынан жарылды. Дүниені бейбітшілік пен келісімге шақырды. Барлығы 377 сөз. Астана кітап альбомы классикалық энциклопедия 2012 жыл дейді. Бірінші тапсырма кестені толтырыңыз дейді. 4 сөйлем тәсілі берілген, яғни бұл жерде пікір, дәлел, мысал, қорытынды дейді. Осы арқылы сіздер кестені толтырасыздар. Бұл жерде пікір, тыңдаған мәтін бойынша мәтіннің мақсатын бір сөйлеммен жазыңыз. Екінші оқушы жауабы дейді, осы жерге өзіңіздің жауабыңызды жазасыз. Яғни бізде пікір жазамыз. Бұл жерге мәтіннің мақсаты оқырмандарға бейбітшілік, еркіндік және пирамида туралы ақпарат жеткізу. Екінші, дәлел. Мәтіннің кімдерге арналып жазылғанын бір сөйлеммен дәлелдеңіз. Мәтін жастарға, газет оқырмандарына Қазақстан туралы білгісі келетін аудиторияға жазылған. Мысал. Мәтіндегі көркемдегіш құралдарды тауып, мысалдар келтіріңіз дейді. Бұл жерде көркемдегіш құралдар бізде теңеу мен эпитет берілген екен. Теңеу көрінісі ретінде тұрғандай, ал эпитет дәстүрлі, техникалық, өзгеше, көп қырлы. Қорытындыға бұл жерде сіздер көркемдегіш құралдардың қолдану мақсатын талдап, қорытынды шығарыңыз дейді.
Қорытынды жасаймыз. Автор осы көркемдегіш құралдарды мәтінді оқуға ыңғайлы және қарапайым тілмен жазып түсінуге ыңғайлы болуы үшін жазған. Екінші тапсырмада мәтінді негізге ала отырып, 3 жай сөйлемнен тұратын аралас құрмалас сөйлемге мысал келтіріңіздер дейді. Бірінші, бағыныңқы сөйлем, басыңқы сөйлем және басыңқы сөйлем. Бағыныңқы сөйлем елбасы халық достығы мен бейбітшілігін көздеп болады. Екінші, басыңқы сөйлем бейбітшілік пен келісім сарайын құрды да. Екінші басыңқы сөйлем, ал ол халықтар достығының нышанына айналды. Келесі тағы да басыңқы сөйлем, бұл жерде кейбір әлемдік форумдар осы пирамидада өткізеді. Екінші, бағыныңқы сөйлем пирамидада айрықша бейбітшілік мәселелерін шешіп. Басыңқы сөйлем Қазақстанды және әлемді бейбітшілікке толтыра бастайды. Осымен біздің барлық тапсырмалар аяқталды. 2 тапсырма берілген екен, екеуі де өте оңай тапсырмалардың бірі. Бұл жерде дескриптор беріліпті, яғни әлемдік қақтығыстар және бейбітшілік бөлімі бойынша сіздерге 3 тапсырма берілген. 3 тапсырмаға әрқайсысына 2 балдан беріледі. Яғни барлығы 8 бал. Достар, осымен біздің БЖБ талдауымыз аяқталды. Біздің видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, біздің арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.